Тағы да бір нәрсе айтқым келеді. Жалпы бізде кеше ғана мен сіздерге жеке басқа өткен бір сондай оқырманның хатын көрсеттім және өзімнің ойыммен бөлістім. Жалпы енді жеке басқа өтпес бұрын, адамның намысын таптамас бұрын, жалпы менің YouTube каналым бар, TikTok, Instagram, Facebook'та каналдарымды қарап, сол жердегі менің тарапынан көтерілген мәселелер, олардың шешімдері туралы бір көрсеңіздер болады. Мен 3,5 жылдан астам депутатпын. Осы жылдар аралығында мен біраз өзімнің айтқан дүниемді, біраз өзекті мәселелердің шешіміне атсалысып келемін. Енді Құдай денсаулық берсе, болашақта да халық үшін, ел үшін атсалыса берем деген өзімнің нақты алға қойған мақсат миссиям бар. Бірақ бізде қоғамдық желідегі мәдениетке байланысты, буллинг мәселесіне байланысты дегенмен мен жалпы осыған қатысты көңіл бөлгім келеді. Бұны да жайлап қарастыруымыз қажет деп ойлаймын. Өйткені бұдан әрі жалғаса берсе, енді ол жақсы емес, өздеріңіз білесіздер.